UFC тарихында көп мықты болды, бірақ бір жауынгер бар, ол өзгеше. Ол нокаутпен емес, төзімділігімен қорқытады. Шаршауды білмейді. Қарсыластары дем жетпей құлап жатқанда ол жаңа ғана қыза түседі. Бірақ бұл адам кім? Қайдан шықты? Оны не алға жетелейді? Бұл жай ғана спортшының емес, нағыз жауынгердің тарихы. Мераб Двалишвили. Ол туралы көп нәрсе білмейсіз. Бірақ бұл видеоны көріп болған соң көзқарасыңыз өзгереді. Себебі бұл Мерабтың тарихы ғана емес, бұл шынайы еңбектің неге апаратынын көрсететін айна. Бұл грузин машинасының құрастырылған жері Скартвеллоның жүрегіндегі шағын ғана ауыл. 1991 жылдың қаңтарында дәл осы жерде болашақ UFC жауынгері дүниеге келді. Мерабтың балалық шағы ел үшін өте ауыр кезеңге сай келді. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін Грузия құлдырау мен экономикалық дағдарысты бастан кешірді. Көптеген тұрғындарда жарық пен газда тұрақты болмаған, кедейлік пен әлсіз билік қылмыстың өршуіне әкелді. Двалишвили де қылмыс жолына түсуге жақын болды, бірақ дер кезінде спортты таңдады. Ата-анамның мені бақылауға уақыты болмады, сондықтан мен жаман балалармен араластым. Біз бандит болған жоқпыз, бірақ көшеде жүріп мектептен кейін төбелесетінбіз. Құдайға шүкір, мен спортпен айналыса бастадым. Дзюдоға келген соң менің мақсатым пайда болды. Елімді шетелде лайықты танытатын адам болу. Дзюдоға назар аударған Мераб бұл спорт түрінде үлкен жетістіктерге жетті. Ел деңгейінде көптеген марапат алып, Еуропа чемпионатының қола жүлдесіне дейін барды. Есейген соң ол ММА жекпе-жекшісі болуды қалап, қандай жағдай болмасын UFC-ге жетуді мақсат етті. 21 жасында ол ақш-қа көшіп кетті. Ешқандай таныссыз, байланыссыз және келісімсіз. Жаңа елде өмір сүру үшін Мераб кез келген жұмыс істеуге дайын болды. Ол құрылыс алаңдарында қара жұмыс істеді, бірақ көп ұзамай Сера Лонго тим залына қосылып, осы спорттың екі аңызы Мэтт Сера мен Рэй Лонгтың жетекшісімен тез дамып, құрылыс пен жаттығуды бірге алып жүрді. 2014 жылдың қаңтарында кәсіби түрде дебют жасады. Грузин машинасының мансабы кішкене сүрінумен басталды. Алғашқы 3 жекпе-жектің екеуінде жеңіліс тапты. Бірақ үмітін үзбей қатарынан 5 рет жеңіске жетіп, аймақтық лига Ring of Combat белбеуін жеңіп алды. 2017 жылдың жазында Мераб бұл белбеуді алғаш рет қорғауға дайындалып жатты. Оның қарсыласы жеңіліп көрмеген Рафаэл Стоцц болды. Америкалық спортшы үлкен талант саналып, UFC-ге өтуді көздеген. Дәл осы жекпе-жекте UFC президенті Дана Уайт өзі көруге келді. Егер Рафаэл жеңіске жетсе, оған UFC келісімшартты ұсынбақ еді. Бірақ Двалишвили қарсыласының да UFC президентінің де жоспарында күл-талқан етті. Жекпе-жек басталғаннан 15 секундта жасалған айналып соққан нокаутты оның карьерасындағы алғашқы таза нокаутты болды. Мераб өзінің жарқын хайлайтын дәл осы сәтте көрсетіп, Дана Уайтты қатты таңғалдырды. Сол себепті келісімшарт Рафаэлге емес, Мерабқа ұсынылды. UFC-дегі дебют күткендей оңай болмады. 2017 жылдың желтоқсанда Двалишвили даулы төрешілер шешімімен жеңіліп қалды. 4 айдан кейін Рикки Симонға самбешімен ұтылып көтерілу керектігін жақсы білді. Сол кезден бастап оның жеңісті сериясы басталды және әлі күнге дейін жалғасуда. 2018 жылдың қыркүйегінде грузин спортшысы Мәскеуде өткен турнирге қатысып, өз отандастарының көз алдында Трион Вейерді жеңіп, сенімді шешіммен жеңіске жетті. UFC спортшысы бола тұра самбо бойынша әлем чемпионатына қатысып, күміс медаль жеңіп алды. Осылайша самбодан әлемдік деңгейде жетістікке жеткен алғашқы грузин атанды. 2020 жылды Двалишвили үлкен мүмкіндіктен бастады. Оған топ 15 қатарына кіру мүмкіндігі берілді. Қарсыласы 2 жылдан аса жеңіліп көрмеген Кейси Кенни, бірақ барлық атақ-абыройлар грузин машинасының доңғалағының астында тапталды. Мераб 15 минутта 12 тейкдаун жасап, жеңіл салмақтағы рекордты жаңартты. Ол қарсыласын партерде демалдырмай, тек үзілістерде ғана тыныс алуға мүмкіндік берді. Машина лақап аты толық ақталды. Бұл жеңіс Мерабқа топ 15 қатарына кіруге жол ашты, бірақ ары қарай көтерілу біраз тежелді. Жоспарланған қарсылас Рэй Борг жекпе-жектен бас тартты. Оның орнына лига дебютанты Густаво Лопес шықты. Одан кейінгі қарсылас белбеуге бұрынғы үміткер сенімді жеңіске жетті. Келесі жекпе-жекке 1 жылға жуық уақыт өтті. 2021 жылдың мамырында Двалишвили қарсыласы Коди қатарына енген соң 15 ай ішінде Мераб 4 жекпе-жек өткізді, бірақ әлі де үздік ондыққа енбеген еді. Бұл жағдайды тағда бір бұрынғы үміткер Марлон Мораспен болатын жекпе-жек өзгертуі керек еді. Бразилиялықтың ең үздік күндері назарға ие болды және Морас иеленіп келген рейтингтің 6-шы орнын алып, чемпиондық жарысқа барынша жақындады. Нағыз үміткер болу үшін Двалишвилиге танымал қарсыласы жеңу керек болды. Мұндай қарсылас аңызға айналған Жозе Альдо еді. Жеңіл салмаққа ауысқаннан кейін және Петр Янмен болған сәтсіз чемпиондық жекпе-жектен соң Альдо екінші тынысын ашты. Жанкүйерлерді жылдам әрі техникалық боксымен таң қалдырды. Қатарына 3 жеңіске жетіп, топ 3 қатарына еніп, тағы да бір чемпиондық мүмкіндікке жақындады. Бірінші раундта бірді.
8 жекпе-жектен тұратын жеңісті Сира чемпиондық мүмкіндікті толық ақтауға жеткілікті болды. Бірақ Мераб басты арманына асықпады, өйткені ол кезде жеңіл салмақтың чемпионы оның ең жақын досы және спарринг серіктесі Стерлинг болатын. Бір салмақтағы бұл спортшылар бірге көп уақыт жаттығуды өткізді және күнделікті өмірде де дос болып кетті. Қазір олар көрші үйлерде тұрады, бірге уақыт өткізіп, жаттығып, бір-бірінің туған еліне сапар шегеді. Двалишвили бірде мәлімдеді, Стерлинг белбеуді ұстағанша чемпиондыққа таласпайды және екінші орынды қанағат тұтады. Стерлинг тағы бірнеше титулдық қорғау жасап, салмақ ауыстыратынын уәде етті. Осылайша, әлемнің басты лигасының чемпиондық белбеуі де бұл достықты бұза алмады. Жоғарғы деңгейдегі қарсыластармен жекпе-жекке назар аударған Мераб Петр Янмен кездесуге келісті. Грузин мен ресейлік арасында бұған дейін де келіспеушілік болған. Барлығы Стерлинг пен Ян арасындағы текетірестен басталды. Мераб ең жақын досы ретінде Стерлингтің жанынан табылып, Петрмен әлеуметтік желіде тілдесіп қалды. Бұл кездесу қағаз жүзінде өте маңызды қарсыластық болуы керек еді, бірақ көптеген жанкүйерлердің үмітін ақтамады. Алғашқы раундта Мераб 25 минут бойы сақтай алатынын дәлелдеді. Жекпе-жектен кейін Петрдің жарақатпен шыққаны, оң қолын дұрыс пайдалана алмағанына және бүкіл жекпе-жекте ол қолмен бар болғаны 5 соққы жасағаны анықталды. Дегенмен, бұл нәтиже өзгерген жоқ. Двалишвили үздік үштікке нық орнығып, Стерлинг белбеуден бас тартқанына дейін күте берді. Бұл уақытта Стерлинг Генри Сехудамен жекпе-жекте белбеуін сәтті қорғады. Ал Мераб тағы да досының ізімен жүріп, оның бастаған ісін аяқтауды жөн көрді. Ол чемпионнан кейін Генри Сехудамен кездесіп, оның мансабындағы ең ірі жеңілісті тарттырды. Иығына көтеріп алып, лақтырып жіберді. Осындай әрекеттерден кейін төрешілерге жекпе-жекті қараудың қажеті де болмады. Мераб тағы да бір бұрынғы чемпионды бөлшектеп тастады және өзінің құрметтеуге лайық күш ретінде көрсетті. Бүгін мен үстем болдым, күлімсіреп жүрдім. Бәрін өздеріңіз көрдіңіздер, тіпті демалған жоқпын. Жекпе-жекте болмағандай. Өйткені мен күн сайын залда күресемін, күн сайын жаттығамын, жүгіремін. Айтқанымдай, еңбек өз жемісін береді. Мераб Сехуданы екінші мәрте мансабын аяқтауға ой салдырған сәтте жеңіл салмақтағы белбеу иесі де ауысты. Шон О'Мелей Твера арасындағы жекпе-жектің аяқталуын күтіп, ақырғы өміріндегі басты мүмкіндікті иеленді. 2024 жылдың 14 қыркүйегінде Лас-Вегаста өткен UFC 306 турнирінің басты жекпе-жегінде Шон О'Мелей атанды. 2025 жылдың 18 қаңтарында UFC 311 турнирінің басты жекпе-жегінің бірі банд салмағындағы чемпион Мераб, бұрынғы жеңілмеген үміткер Умар Нурмагомедов арасындағы кездесу болды. Жекпе-жек 5 раундқа созылып, алғашқы жеңілісі болды. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.